Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде жаңа кезең. Сіздермен мен Арнұр Шакерхан. Бүгін біз Нұр-Сұлтан қаласындағы құрылысқа арналған бояулар шығаратын зауыттың ашылу салтанатына қатысамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі күнде Қазақстанда өндірілген тауарларға басымдық беру бағытындағы шарапатты істердің күн өткен сайын өрісін кеңге жайып келе жатқан мәлім. Еліміздің түкпір-түкпірінде отандық өнім шығаруға бағытталған өндіріс ошақтары күн сайын ашылуда. Айта кетсек, таяуда Елордада индустриялық паркінің аумағында лак бояу өнімдерін шығаратын зауыттың салтанатты ашылуы өтті. ВМП Астана зауытын ашу мақсатында ресейлік ірі инвестор қазақстандық әріптесімен бірлесіп үлкен жобаны іске асырды. Жаңа зауыттың өндірістік қуаты жылына 5000 тоннадан асады. Зауыттың жалпы ауданы 2 гектардан асады. Мұнда өнім ассортиментінің 20-дан астам түрін шығару жоспарлануда. Өндіріс ошағының өнімдері жол айрықтарын, темір жол, жаяу жүргіншілер және автомобиль көпірлерін, мұнай, газ және энергетика құбырларын салуда қолданылады. Өндіріс толықтай автоматтандырылған. Бояу жасау кезінде қоршаған ортаға зиянды заттар мен шаң бөлінбейді. Өйткені шаңды фильтрлеу жүйесі орнатылды. Сегодня долгожданное, замечательное событие. Открывается новый современный завод по производству лакокрасочных материалов индустриального назначения. Бүгін біз үшін көптен күткен қуанышты күн. Елордада заманауи барлық стандарттарға сай лак бояуларын шығаратын зауыт жұмысын бастады. Зауыт жылына 5000 тонна бояулар шығаруға қауқарлы. Кәсіпорын озық шетелдік өндіріс орындарымен бәсекелес болып саналады. Біздің өнім барлық өнеркәсіп салаларында сұранысқа ие. Ол кеме жасаудан бастап, мұнай, газ, энергетика, өнеркәсіптік нысандардың барлығында тоттанудан, оттан көп жылдар бойы қорғауға көмектеседі. Әзірге мұнда 30 адам еңбек етеді. Болашақта жұмыс орындарын 70-ге көбейтеміз. Кәсіпорын алдағы уақытта бәсекеге қабілетті әрі сапалы өнім шығаратын болады. Біздің мақсат Қазақстанды импорттық тәуелділіктен арылуына көмектесу. Кәсіпорын жетекші әлемдік өндірушілердің заманауи жабдықтарымен қамтылған. Шығарылатын өнім металл, бетон және темірбетон конструкцияларын коррозиядан және оттың әсерінен қорғауға арналған. Олар өнеркәсіптің түрлі салаларында кеңінен қолданылады. Бүгінгі таңда зауытта лак бояу өнімдерінің сынаққа арналған партиясы шығарылды. Зауытта 30 адам жұмыс істейді. Болашақта штатты 70-ге дейін ұлғайту жоспарланып отыр. На заводе ВМП Астана установлено современное высокотехнологическое оборудование. ВМП зауытында заманауи әрі озық технологиялар орнатылған. Қондырғылар жан-жақтан әкелінген. Италиядан, Оңтүстік Кореядан және тағда басқа елдерден. Зауытта металл, бетон және темірбетон конструкцияларын коррозиядан және оттың әсерінен қорғауға арналған лак бояу өнімдері шығарылатын болады. Міне, осы қондырғылардың барлығы бізде автоматтандырылған. Осының арқасында біз көптеген дайын материалдарға қол жеткіземіз. Сонымен қатар, зауыт өнімдері жол айрықтарын, темір жол, жаяу жүргіншілер және автомобиль көпірлерін салуда қолданылады. Өндіріс технологиясын және зауыттың халықаралық сапа стандартын ескере отырып, өнім өндіруге арналған шикізат тікелей Еуропа мен Оңтүстік Кореядан сатып алынады. Зауыттың ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Марат Қарабаев қатысты. Оның айтуынша, сәтті жүзеге асқан жоба алдағы уақытта Қазақстанды өз бағытында импорттық тәуелділіктен арылуына септігін тигізеді. Міне сондай жаңа жұмыс орындарының бірі, жаңа зауыттардың бірі осы бүгін Нұр-Сұлтан қаласында іске қосылып отырған мына ВМП Астана, яғни краска өңдеу зауыты болып табылады. Жалпы цифрға қысқаша тоқталатын болсақ, елдегі қазір краска өңдейтін бізде 10-нан астам зауыт бар. Солардың өзі ішкі нарықтың небәрі 10% ғана қамтамасыз етеді. Яғни 90% импорт. Өздеріңіз жақсы білесіздер, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес биыл осы импортты алмастыру арнайы мемлекеттік жобасы әзірленді. Сол жобаның шеңберінде біраз қаржы қарастырылды. Міне осындай импортты алмастыратын жобалардың бірі бүгінгі іске қосылып отырған жоба. ВМП материалдарының кең номенклатурасы техникалық сипаттамаларды, пайдалану шарттары мен құнына қойылатын талаптарды ескере отырып, әрбір тапсырыс беруші үшін оңтайлы шешімді таңдауға тырысады. ВМП материалдарының жабынымен оңдаған темір жол және автожол көпірлері, энергетика, мұнай, газ кешені және тау-кен металлургия өнеркәсібі объектілері, көп функционалды спорт құрылыстары және Қазақстан Республикасының қалалық инфрақұрылым объектілері қолданған.
жасалган. Сонун аркасында сол нысандар казыркы таңда каз калпында сакталган. Чыгарылатын ВМП лак бояу материалдары барлык халыкаралык стандарттарга сай. Это только первый этап локализации, поскольку мы имеем планы увеличивать объем производства до 10 тысяч. Әзірге бұл жұмыстың бірінші деңгейі. Алдағы уақытта зауыттың жылдық қуатын 10 000 тоннаға ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. ВМП зауытында шыққан барлық материалдардың сапасы жоғары. Өнімдер тек Қазақстанда ғана емес, шетелдерде де сұранысқа ие. Зауыт құрылысына 2 миллиард теңге жұмсалды. Бұл тек басы ғана. Алдағы уақытта оның да көлемі көбейеді. Айта кетейік, зауытта 30 адам еңбек етеді. Алдағы уақытта кәсіпорын басшылығы тағы да қосымша жұмыс орындарын ашпақ. Зауыт толығымен автоматтандырылған, мысалға мына қондырғыны Италиядан әкелді. Осы желі арқылы шелектер бояуға толтырылып, дайын өнім ретінде қоймаға жіберіледі. Зауытта материалдардың сапасын тексеретін арнайы зертхана бар. Тексеру бірнеше кезеңнен тұрады. Мы здесь в нашей лаборатории проводим все испытания. Күнделікті әртүрлі сынақтар жүргізетін боламыз. Сынақтан өткізудің өзі бірнеше кезеңнен, деңгейден тұрады. Мысалы, біз ең алдымен дайын өнімнен сынаманы алып, талапқа сәйкестігін тексереміз. Әр өнімге деген орташа талаптар бар. Бізге жүктелген жауапкершілікті әрине сезінеміз, себебі біздің қолдан өткен өнімді ел қолданады. Сол үшін сынақты жан-жақты дұрыс өткізу біздің міндет. Қандай да бір кемшіліктер болса, біз оны кері жібереміз. Бағдарлама аясында Қазақстанда лак бояуларын шығаратын тағы да бір зауыттың жұмысы туралы қысқаша айтып бергіміз келеді. Текурилла 1862 жылы Финляндияда жұмысын бастаған. Қазіргі таңда өз саласы бойынша әлемнің үздік компанияларының біріне айналды. 2006 жылы өзінің алғашқы кеңсесін Қазақстанда ашқан. В 2006 году было принято решение открыть здесь офис. Бизнестің қарқынды дамуына байланысты 2006 жылы осы елден кеңсе аштық. Тағы бір үлкен қадамды 2015 жылы жасадық. Қазақстанның оңтүстік астанасынан зауыт аштық. Яғни 2015 жылға дейін Қазақстанға тауарды сырттан әкеп отырдық. Дәл сол жылы елде бояулар өндіретін зауыт бой көтерді. Зауыт Алматы облысының Қарасай ауданында орналасқан. Кәсіпорын жылына 2 миллион литрден астам бояу өнімдерін шығарады. Около 15 тысяч день. Шамамен күніне 15 000 литр бояу шығарамыз. Біздің зауыт Орталық Азия елдерінің барлығын жоғары сападағы бояумен қамтамасыз етіп отыр. Атап айтсақ, Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан және Қазақстанның барлық аймақтарында сату бөлімдеріміз бар. Өзге де зауыттардағы сияқты мұнда да өзінің сынақ зертханасы бар. Барлық өнімдер осы жерде тексеріледі. Приносят работники арбитражную пробу, она охлаждается до 23 градусов. Жұмысшылар бояуды сынақтан өткізу үшін осында әкеледі. Ол 23 Цельсия градусқа дейін суиды. Одан кейін оның жабысқақтығын, тығыздығын тексереміз. Қазір барлығын көрсетемін сізге. Бұл әмбебап бояу. Оның ішкі нормасы 96-да 102, яғни бояу толықтай сынақтан өтеді. Қазақстанда ашылған әр кәсіпорын ел экономикасына жұмыс істейтіні сөзсіз. Болашақта еліміз импорттық тәуелділіктен толықтай арылатынына кәміл сенеміз. Мамандар жергілікті кәсіпорындар өндіретін тауардың шетелдіктерден сапа жағынан ешбір төмен болмайтынын айтады. Жалпы Қазақстанда металлургия, машина жасау, мұнай химиясы, құрылыс материалдар өндірісі, азық-түлік өнеркәсібінде импорттық тауардың үлесі көп. Ресми деректерге сүйенсек, 100-ден аса тауар түрі бойынша импорттық тауарға тәуелділік бар екен. Тек құрылыс саласындағы отандық өнімнің үлес салмағы артқан. Үкіметтің өзі қазір қарапайым заттар экономикасын қолдауда арнайы бағдарламалар қабылдап, жобаларды субсидиялаумен қатар несие кепілділігі инструменттерін қарастыруда. Енді халыққа керек өндірістік тауарды шығарамын деушілерге үлкен мүмкіндік берілді. Экономикасы өзге елдерге жұмыс жасайтын мемлекеттердің алға басқан аяғы кері кете беретіні белгілі. Кәсіпкерлік палатасы ұсынған жобалар бойынша іргелі жұмыстар қолға алынса, бұл қиындықтардан таяу арада шығатынымыз хақ.